Барлығыңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен морозильникте сақтайтын қамырдың рецептімен бөлісетін боламын. Ал кеттік, менімен бірге болыңыздар. Мінеки жылы суымызға тұзымызды қосып, бөлек ыдысқа дайындап аламыз. 2 жұмыртқамызды жарып дайындап аламыз. Сосын електен өткен ұнымызға қоспамызды қосып, қатты қамыр илейтін боламыз. Неке қатты қамыр илеп жатырмыз. Дәл осы мен видеомдағыдай жасап көрсеңіздер, өте дәмді болып шығады. Неке 5-10 минут қойып қойған соң, тағы да бір қайтарып илеп қоятын боламыз. Жып-жылтыр болды. Мінеки бетін қайтып жауып қоямыз. 10 минуттан кейін тағы бір қайтарып 2 бөлшекке бөліп қоямыз. Жаюға ыңғайлы болу үшін 2 бөлшекке бөліп алдым мен. Достар, каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар. Қамырымыз дайын болды. Енді шетінен жаятын боламыз. Кішкене ғана ұн сеуіп, негізі июі қанған қамырға ұнның көп қажет етпейді. Екі шетін басып қамыр илейтін боламыз. Әдемі қамыр жаятын боламыз. Сіз әлі осы менің видеомдағыдай жасасаңыздар, қонақ келіп қалғанда, асығыс жағдайда өте пайдалы. Келген кезде салып бере саласыздар. Сол рецептімен сіздермен бөлісейін деп жатырмын. Сіздердің пайдаларыңызға жарасын деп осылай жұқа еттің қамырында қылып жайып аламыз. Бұл қамыр мантыға да, нан салмаға да, ханымға да барлығына кете береді. Мінеки осылай қамырымызды. Енді пакетімізді төсеп аламыз астына. Мінеки киімнің пакеттері де болады. Менде осындай пакет бар екен, соны қолданып жатырмын. Мінеки бетіне тағы бір ұн қоямыз. Дәл киім бүктегендей бүктейтін боламыз. Мыж болмай, әдемі болып бүктелу қажет. Мінеки осылай бүктеп қоямыз. Ешқандай қиындығы жоқ. Біреу келгенде жарты сағат 20 минут бұрын алып қоясыздар холодильникке. Сосын салып бере бересіздер. Екінші қамырымызды жайып аламыз. Қамырымызды жақсылап шетінен басып жайып алатын боламыз. Оқтаудың ортасына қолды жүгіртпейміз, тек екі шетіне ғана бассаңыздар, қамырларыңыз тегіс әдемі болып жайылатын болады. Екінші қамырды жақсылап жайып алып, нан салманың қамырындай қылып кесетін боламыз. Достар, видеомды соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Дәл осы мен рецептіндегідей жасап көрсеңіздер, өте күшті керемет болып шығады. Астына комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар. Мен қазір нан салма жасайын деп жатырмын. Сол үшін нан салманың дайындап, пакетикке салып, морозилькеге қойып қойсаңыздар, сол күйінде тұра береді. 3 айға шейін жарайды. Қол бос кезде жайып, кесіп, дайындап қойсаңыздар, біреу келгенде қамыр жайып жүрмейсіздер. Дайын салып бере бересіздер. Подливка жасап алсаңыздар болды. Суын қайнатып жіберіп,
Тез салып бере саласыздар, болды. Подливканы жасамай жатып 20 минут бұрын қамырыңыз шығарып қойсаңыз, сіздің подливкаңыз пісеміз дегенше қамырыңыз дайын болып тұрады. Мінекей осылай, нан салманы осылай кесеміз біз. Мінекей дәл менің видео рецептімдей жасасаңыздар, уақыттарыңыз да эконом болады. Мінекей осылай өте керемет. Осылай пакетикке салып, қорапша ыдыстарыңыз болса, ыдыстарға да салсаңыз болады. Мен осындай пакетикке салып, морозилкаға қоя салам. Қатып тұрады. Мінекей морозилкаға қамырымыз дайын болды. Енді осы қамырымызды мен нан салма жасайын деп жатырмын. Нан салмаға кесетін боламын. Сіздерге пакетикке қалай орайтынның жолын көрсеттім. Сіздер де солай жасап, нан салмаға, ханымға, тез жасағанға дайын болып тұрады. Не жасаймыз десеңіз де, қамырыңыз 20 минут бойы шығарып қойсаңыз, қамырыңызға